Қайырлы күн. Біз бүгін альфа поколенияға арналған Тілашар кітабына шолу жасайтын боламыз. Тілашар кітабының иллюстрациясының авторы Бен Ньюман. Бұл кітапты 100 ұғым түсініктемесімен берілген. Кітап Stephen World баспасынан шыққан, әрине қазақша аудармасымен. 2 жас үсті мектепке дейінгі балаларға арналады. Олардың сөздік қорын арттыру, тілін дамыту үшін өте керемет кітап. Мынандай бүктемелі кітапшалары да бар. Бірақ өкінішке орай бізге ыңғайсыз болып шықты. Себебі мен балаларым бұл кітапты қайта-қайта жақсы көріп ашып жапқаннан кейін ол парақтары түсіп қалып жатты. Яғни олар оны әдейілеп жыртқан жоқ, бірақ ол осы ашып жабу барысында, процесс барысында түсіп қалып жатты. Бұл бізге ыңғайсыздау болды. Одан кейінгі бір баса назар аударған мәселе, кітап гендерлік теңдікке аса назар аударған екен. Оны мынадан көруге болады, мысалы ғарышкер ретінде әйел адам бейнеленген. Бұл өте құптайтын іс деп ойлаймын, себебі біздің кітаптарда көбінесе ер адам бейнеленеді. Оның сыртында әртүрлі жабайы жануарлар бар, олардың аудармасы да өте сауатты берілген. Мен ешқандай минус таба алмадым десе де болады. Оның үстіне мысалы мұхит асты әлем. Қараңыздаршы, қандай көркем. Біз білмейтін ұғымдарда қамтылған. Өткенде океанариумға бардық. Балалар океанариумнан келгеннен кейін білімдерін осы кітапқа қарап, одан сайын бекіте түсті. Мысалы медуза, тасбақа, тіпті мынандай қиын ұғымдарда берілген екен. Биолюминесценция. Бұл сөзді мен де білмеймін. Кейбір жануарлардың денесінен шығатын жарық сәуле. Осындай алуан түрлі ұғымдарды қамтиды. Тақырып бойынша сосын бір айта кететіні, бұл бір өте заманауи кітап. Мысалы, өткенде қызық болды, балаларымызбен наурыз тойлауға алаңға шықтық. Ол жерде аттар мен түйелер бар екен. Бірақ менің балаларым ол жануарларға мүлде қызықпады. Аспандағы дронды сағаттап тамашалады десе болды. Үйге келген бетте осы кітапты ашып, мына дронның суретінен де қайта-қайта айта берді. Сосын жаңа айтқандай заманауи дегенде, мысалы, жаңа сөздер бар. Ағылшын тілінен енген ховеркрафт дейді, жет ұшағы, 3D принтер, одан кейін робот. Осы сөздермен бала ерте таныса берсін, жақын болсын деп, осындай Тілашар кітабында берілген екен. Меніңше бір тамаша кітап. Егер балаңызды дамытамын, сөздік қорын арттырамын, көкжиегін кеңейтеміз десеңіз, бұл бір таптырмайтын кітап екен. Біз пайдасын көріп жатырмыз.